Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мейрамханадағыдан да өте дәмді болып шығатын қуырылған мантының рецептісін ұсынамын. Бұл рецепт өте керемет, дәмді және өте шырынды болып келеді. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Видеоны жіберіп алмай, толықтай қарауға кеңес беремін. Достар, мен қамырдың илеуіне тоқталған жоқпын, себебі менің арнамда мантының жаңа мастер-класстары және ұйғыр мантысының рецепттерінде осы рецепт бар, яғни бір мантыменен мен әртүрлі мантыны жасай беремін. Енді салмасына келетін болсақ, бұл жерде фарш 1 келі және пиязымыз 800 граммдай болады. Турап алып, барлығын салмамыздың үстіне саламыз, яғни фаршымызға. Тұзын, қара бұрышын барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Мантының илеуін бір жақсылап үйреніп алсаңыз, сол рецепті барлық мантыға қолдана бересіздер. Мінекей салма дайын. Біздің қамырымызды 5-6 бөлігін алып аламыз, осындай кішкентай жуаласын. Қалған пакетті жауып алып қоямыз. Беті кеуіп кетпеу қажет. Бұл қамырдың құрамына ешқандай да жұмыртқа қоспайсыздар. Алдыңғы видеомда толық көрсеткенмін, осы видеомда қамырдың илеуіне тоқталған жоқпын. Енді осы қамырымызды, жаңағы салмамызды араластыра отырып салып аламыз. 1,5 ас қасықтан толтырып саласыздар. Қамыр өте қалың болмау керек, жайған кезде төменгі жағынан бастап өрім сияқты қылып өріп, мантымызды әдемілеп түйіп аламыз. Мінекей осындай әп-әдемі болып шығады. Қалыңдығын көріп тұрсыздар, өте жұқа емес, яғни орташа қалыңдықта. Сұқ саусағымызбен ортасын кіргізіп аламыз да, екі жанынан иірімдерді жасап жинап аламыз. Сол кезде өрілген манты сияқты болып, әп-әдемі болып шығады. 1-2 жасағаннан кейін міндетті түрде үйреніп кетесіздер, ешқандай да қиындығы жоқ. Бір жақсысы, бұл мантыны қуырсаңыз да, буға пісірсеңіз де өз формасын сақтайды, жыртылмайды, әдемі болып пісетін болады. Енді достар, осы мантыларымыздың 5-6-ын түйіп алғаннан кейін қамырды міндетті түрде жайып аламыз. Себебі барлығын түйіп болам дегенше салманың суы шығып кетеді қамырға. Сондықтан осылай қамырды бөлек дайындап алдым. 9 дана осындай мантымызды енді шетінен қуыра береміз. Майымызды орташа отта қыздырып алдық та 3 данадан салып қуырамыз. Оған дейін мен жаңа жайып алған мантыларымды түйе беремін, қарап тұрып, араластырып. Өте ұзақ қуырудың да қажеті жоқ, қызарса болды, аламыз. Яғни өзіңіздің жаңағы орташа отқа қойып, қарап пісіріп аласыздар. Түсі қаншалықты сізге ұнайды. Өте көп тұрып кетсе де, салманың суы шығып, майымыз шашырап атқылауы мүмкін, сондықтан байқас болыңыздар. Барлық шеті қуырылып алғаннан кейін осылай ыдысымызға аламыз бөлек. 3 данадан сала отырып, осылай пісіріп алдық барлығын, мінекей. Енді осы мантыларымызды мантаваркеге салатын боламыз. Мантаварканы ешқандай да майлаудың қажеті жоқ. Қайнап тұрған суымызға қойып, 35-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Қайнап тұрған суымызға қойып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, 40 минут өтті. Енді мантымызды алып, тәрелкемізге ұсынсақ болады. Иісінің өзі бұрқырап өте керемет болып үйді алып кетті. Сіздерде міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.
Мінекей достар, біздің мантымыз дайын болды. Өз қалауыңыз бойынша кетчуп, майонезбен ұсынсаңыздар болады. Мінекей қарап тұрғандарыңыздай әп-әдемі өзінің формасын сақтаған, ешқандай да жыртылмаған және де шырынды болып келеді өте. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.